Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді шығатын, пайдалы әрі қансыз печенье жасаймыз. Ол үшін бізге пісте дәнегі, күнжіт және де асқабақ дәнегі қажет. Және де бір алма. Ең алдымен қызып тұрған табамызға пісте дәнегін, содан соң күнжітімізді, оның үстінен асқабақ дәнегімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Алмамызды жақсылап жуып, оны бүккіштен өткізіп аламыз. Дайын болған алмамызды сүзгіге салып, суын сүзіп аламыз. Содан соң бір ыдысқа мейізімізді салып алып, оны жақсылап жуып аламыз. Жуған мейіздерімізді кептіріп аламыз. Таза болған мейіздерімізді осылай турап аламыз. Бір ыдысқа табадағы қуырылған дәндерімізді салып аламыз. Оның үстінен сүзгіден өткен алмамызды саламыз. Және де үстінен тураған мейіздерімізді салып, үстінен бір жұмыртқаның ағын саламыз. Содан соң барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қоспамызды осылай пергаменттің үстіне салып, форма болса арнайы формамен істеңіздер, форма болмаса бұлай дөңгелектеп салсаңыздар да болады. Бәрін салып болған соң 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған печеньелер міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, әсіресе балаларға қатты ұнайды. Ас болсын, бастысы деніміз сау болсын.